Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады, тыңдаңыздар. Серпінді, серпін, кеш, керек болған жағдайда, тыныс белгілері, жар, үрей, лайық. Сөздердің тізімін орыс тіліне оқимын, тыңдаңыздар. Мощный, ритм, поздно, на всякий случай, знаки препинания, муж, жена, вторая половинка, тревога, паника, соответствующий. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Батып кеткен итті құтқаруы жайлы әңгімесі. Грамматика пәнінің мұғалімі сабағында. Бүгінгі грамматиканың тақырыбы тыныс белгілері. Сендерге бір қызық әңгіме оқып берейін, балалар. Содан соң тапсырманы берейін, назар аударыңдар. Осы оқиға 1982 жылы Орал қаласында болған. Сол заманда ұялы телефон деген не ешкім елестете алмады. Керек болған жағдайда адамдар сыртқы көшеде тұрған телефонды қолданады. Балалар Орал өзінің көктемгі серпінді ағасында итті көрді. Не істейміз деп ойлады олар. Олардың бірі, мен жақсы жүзе аламын, уақытты жоғалтпайықшы деп айтып өзенге секірді. Қолдағы серпінде болған қимылдарымен ол өзен арқылы итіне қарай жүзіп кетті. Ит көштен айырылып, алсаналы судың бетіне жүзіп жатты. Бір сәтте ол суға батып кетті. Сол сәтте, Құдайға шүкір, бала қолымен оны ұстап жармасып үлгерді. Бір сәтте кешірек болса, ит суға толықтай басып кетер еді. Басқа балалар өзінің жағалауында тұрып, олардың досы үшін үрей болғанда көмек іздеуді бастады. Екі ересек, орта жасты әйел мен ер адам өзінің бойында серуендеп жүрді. Олар құтқарыңдаршы деп айғайлауды естігенде балаларға қарай жүгірді. Жағдайды түсініп, ер адам суға секіріп, оның жырына: телефонға жүгір, жәрдем көмегіне соқ, тез, деп айғайлады. Көмек уақытында келді. Бала итті, ер адам баланы құтқарып тастады. Жәрдем көмек оларды да сұйық судан тартып, жылытып құтқарды. Енді балалар үйренетін тақырыбына қайтайық. Қайтып айтайын. Бүгінгі грамматиканың тақырыбы тыныс белгілері. Оны үйренейік. Кім осы тақырыбына лайық мәтіннен мысалдарды бере алады? Келесі жаттығуда синхрон аудармасын жасауды тырысайық. Мен сіздерге мәтінді орыс тіліне оқимын. Сіздер оны қазақ тіліне аударуды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Рассказ о спасении тонущей собаки. Учитель грамматики на уроке. Сегодняшняя тема по грамматике – знаки препинания. Давайте, дети, я вам прочитаю одну интересную историю. После этого будет задание. Слушайте внимательно.
Этот случай произошел в 1982 году в городе Уральск. В те времена никто и представить себе не мог, что такое мобильный телефон. В случае необходимости люди пользовались уличными телефонами-автоматами. Дети увидели собаку в бурном весеннем течении реки Урал. Они задумались, что же делать. Один из них сказал: «Я умею хорошо плавать, давайте не будем терять время», и прыгнул в реку. Ритмичными движениями рук он поплыл через реку к собаке. Собака обессилила, но держалась на поверхности воды. В какой-то момент она ушла под воду. В ту же секунду, слава богу, мальчик успел схватить и удержать ее. Если бы он опоздал хоть на мгновение, собака полностью ушла бы под воду. Остальные ребята стояли на берегу и, беспокоясь о друге, начали искать помощь. Двое взрослых, мужчина и женщина средних лет, гуляли вдоль реки. Услышав крики «Спасите!», они побежали к детям. Поняв ситуацию, мужчина прыгнул в воду и крикнул своей супруге: «Беги к телефону, вызывай скорую помощь, быстро!». Помощь пришла вовремя. Мальчик спас собаку, а мужчина спас мальчика. Скорая помощь вытащила их из ледяной воды, согрела и спасла. А теперь, дети, вернемся к теме нашего урока. Сегодняшняя тема по грамматике – знаки препинания. Давайте ее изучим. Кто может привести из текста примеры, соответствующие этой теме?